Астана қаласы білім басқармасына қарасты нөмірі 49-шы Алтынай балабақшасында мектеп жасына дейінгі мекемеде абай туындыларының бала тәрбиесіндегі рөлі тақырыбында жас мамандар мен ата-аналарға арналған семинар өтті. Және де барша бала тәрбиесінде еңбек төгіп жүрген ұлағатты ұстаздар, бүгінгі біздің абай туындыларының бала тәрбиесіндегі рөлі атты іс-шарамызға қош келдіңіздер. Біртұтас тәрбие аясында ұлттық құндылықтарымызды, салт дәстүрлерімізді, абай туындыларын қолдана отырып, бала бойына сіңіру мақсатында ұйымдастырылған іс-шараны нөмірі 49-шы Алтынай балабақшасының меңгерушісі Жанар Дүйсенова бастап берді. Әріптестер, аяулы әжелер, міне бүгінгі іс-шараға қош келдіңіздер. Бізде балабақшада жалпы бұл іс-шараның жоспары мынадай болып тұр. Абай аманаты жобасы бойынша жұмыс жасағандықтан біздің жылдық жоспарда бар бұл. Және де қалалық балабақшаларда бізде жаңағы серіктестік балабақшалармен жұмыс жоспары бойынша міне бүгінгі таңда бізде жас мамандармен және де ата-аналармен сабақтастық мақсатында осындай семинар ұйымдастырып отырмыз. Қош келдіңіздер, ат салысып белсенді бүгінгі семинарға қатысуларыңызды сұраймын. Қара сөздің қазаны қайнаған тәрбие алу алаңында серіктестер нөмірі 24 айналайын, нөмірі 36 балапан, нөмірі 83 жансая балабақшаларынан қонақтар келді. Қонақтарға өлеңдерін паш еткен ата-аналар Еркемай әнін орындап берді. Келесі кезекте Абай атамыздың аудармасымен біздерге жол тартқан шегіртке мен құмырсқа композициясы қойылды. Мектепалды топ тәрбиеленушілері мен ата-аналары Абай өлеңдерін, қара сөздерін жатқа айтып берді. Осы тұста әжелер де қарап қалмады. Бір бала әнін орындап көрермендерді тамсандырды.